Біз жаңа хроматикалық гамманы үйреніп алдық, я? Оң қол мен сол қолдың қойылуын үйрендік. Енді бүгіннен бастап біз ән ойнауды үйренеміз, я? Қазақтың қалғаны еркем ай әнін білесіңдер ма? Еркем, еркем, еркем ай деген, я? Сол әнді бүгін біз өтеміз. Сендерге сауатты түрде нота жазып бердім. Еркем ай әнін жазып қойдым. Осы бойынша өтеміз. Сендерге ойлап көрсетемін. Сосын нота бойынша түсіндірем. Мақмақ, енді бірінші мұқият тыңдаймыз. Қараңдар. Көрдіңдер ма? Қолдардың бәрі моншақ тәріздес болып, бірінің үстіне бірінің қатар тұр. Қолдың қойылуында да мән береміз. Нотаның дыбыс анық шығуларында да мән береміз. Дыбысты пернен соңынан бастаңдар анық шығады. И оң қолдың буынмен ойналуын, кейіспен ойналуына мән береміз. Әрбір нотаны түсініп, әуенді тыңдап ойнау керек. Сонда сендердің ойларында қалады. Енді қараңдар. Бірінші дыбыс мына. Бізде 5 сызықтағы нотаны мына атаймыз. Мына қандай нота? Ол 3-ші сызықта орналасқан. Алдын сендерге аттаған ноталарын өттің ғой. 3-ші сызықта орналасқан қандай нота? Кім айтады? Си, Си нотасы. Домбыра бойында ол Си міне тұр. Көрдіңдер ма? Сонда Си нотасын міне. Бірінші саусақпен, міне бірде қойған көрдің ба? Бірінші саусақпен 2-4 өлшемде Си нотасын ұстадың. Бәріміз бірге ұстаймыз. Бас бармақпен соль нотасын ұстадық. Енді қара, осы Си сольға төмен қағыс ұрамыз. 4-ші саусақпен сольда тұра береміз. Ашамызда 4-ші саусақпен ре нотасына қағыс ұрамыз. Ол жоғары қағыс болады. Сонда біз қандай қағыс ойнадық? Алма кезде қағыс ойнадық. Сонда Си, ре, Си, до болады. 2-ші саусақпен до нотасын басамыз. Кеттік ал. Бірге. Си нотасын ұстаймыз. Кеттік. Қолды жеп түсіреміз. Ойнаймыз. Бос ұстаймыз. Перненің ұшынан басамыз. Қолды бос ұстаймыз. Тырыстырмаймыз. Си. Енді реге қолдарын қойыңдар. Наны бос ұстаймыз. Буынды түсіреміз. Реге қойыңды қой. Реге қой. 4-ші саусақпен реге. Жеткіз. Қолдарымды жинақ ұста. Жинақы. Ре жоғары қағыс болады бізде. Ре. Көрдіңдер ма? Біз бір такттың ішінде нотаны ойнадық. Бір такт дегеніміз әрбір шығарманың әннің әуенін келтіріп так-такқа бөліп такт дейді. Әрбір мысалы қазақ тілде сабақ оқыватқанда әдебиетте үтір болады ғой арасында. Сөйлемді мәнерін келтіріп тұратын. Бұл такты сондай. Түсінікті ма? Енді қараңда 2-4 өлшемі қойылған. Осы бір такттың ішін 2-4 өлшемге санаймыз. Біз алдын сабақта нота сұқтықтарын өттік қой. Мүтір нота, сосын жартылық, 16-лық, сосын шеректік, 8-дік. Соның бәрі міне осы 8-дік нотасы. 8-дік нота нешеге саналады? 1 есе Ге. Міне осы бойынша ойнаймыз. Кеттік, қайталаймыз. Түсінікті бол үшін тағы қайталаймыз. Кеттік. 1 ге. Қан ойнаймыз. 1 ге. 2 ре. Енді ре. Си. До. Түсінікті ма? Бұл екінші такт керекті. Кеттік, тағы қайталаймыз. Си. Жеткіземіз реге жеткізін. Си, до. Ильяс ойнайды. Тыныш. Тыңдаймыз. Си. Ре. Тықпаймыз. Қолдағы саусақтар тықпаймыз. Саусақтарды ашып көрсетеміз. Налардың тықпаймыз. Еркін ұстаймыз. Басымды көтеріп. Қайтпайыз. Си. Жеткіз қолды. Жеткіз. Кеттік. Си. Жеткіз.
екі тапты ойнадық та. Бәріміз бірге ойнаймыз енді. Немен кетеміз? 1, 3. Си, ре, си, до. Түсініп ма балдар? Осы екі тактыны қайталаймыз. Дыбыстарының анық шығуын қадағалаймыз, иә? Мен сендерге нотаны әтеге айтып жатырмын. Себебі нота естеріне қалсын деп жатырмын. Негізі санап ойнау керек. 1 ге, 2 ге, 1 ге, 2 ге деп сегіздік нотамен санап ойнау керек. Ал сендерге нотамен жатталынсын, нотаны танысын деп нотамен атап өтіп жатыр. Түсінікті ма бүгінгі сабақ? Иә, Еркемай бастағасын бастады.